Кеттік. Бүгінгі сабақ бізде соңғы сабақ негізінен фактически интеграл сабағы. Интеграл туындыдан кейінгі жүретін тақырыбы. Всегда алдында туындыны өттік, тікелей эфирде, потом интеграл. Интеграл сендерге обязательно білу керек, потому что высший матта сендер бірінші курста ең көп қиналатын заттарың осы интеграл болады. Интеграл бойынша аудан табу и прям күрделі болады, содан интеграл алу керек болады. Ну так что сендерде потом екінші курсқа дейін қалмайды бұл зат, точно. Матанализ етесіңдер. Так что формулаларын нелерін бәрін жақсы білу керек сендерге. Хотя базовый понятие болу керек. Енді ең бірінші бізде формасы қандай? Тура туындыдағы сияқты AXN-нің формасы. И интегралда мынандай белгі болады. Алдына всегда қоямыз осындай. AXN-нің формасы қандай екен? AXN-нің алымына тура өзін жазамыз да. AX-ті қалай тұр, солай жазамыз и дәрежесіне біреу қосады екенбіз. И все. Ал бөлшектің бөлімі сол дәрежесін қайтадан жазады екенбіз. Бітті, соған ешқандай қиындығы жоқ. Мысалға 3х квадрат болсын, мынаның интеграл бізде 3х дейсіңдер де, вот алына, потом дәрежесіне біреу қосасыңдар. 3, потом бөлінген 3. Мына қысқартса х куб. Тағы да 2х 7 болсын. Тең не болады? 2х 8 бөлінген 8. Қысқартасыңдар да 4-тен 1, немесе х 8 дәрежесі бөлінген 4 болса да бола береді, без разницы. Вот, мына бізде интегралы. Так, мысалы 7х болса, қалай істейміз? Дәрежесіне тоже қосамыз да? Тура сол 7х квадрат бөлінген сол дәрежесіне квадратқа. Сан болса, саннан интеграл алатын кезде санға просто х жалғай саласыңдар жағында. 7-нің интегралы бізде 7х. Осылай. Так. Енді қараңдар. Интеграл всегда дұрыс емес екенін табу үшін всегда интегралдан туынды алсаңдар, сенде бастапқы зат шығу керек. Түсінікті? Мысалы 7х-тан мен туынды алсам, менде 7 шығу керек. То есть 7 шығып тұр, міне дұрыс деген сөз. 7х квадрат бөлінген 2-ның туындысы бізде тоже 7х-ға тең. И так далее. То есть интеграл, мысалы есептерде интеграл тап деп берсе есепте, бірақ прям таба алмай жатсаңдар, вариант алсаңдар болады. Варианттағы бір берілген өрнектен туынды аласыңдар, сода бастапқы зат шығу керек сендерде. Өрнек шығу керек. Түсінікті ғой? Так, келесі. 0-дің интегралы 0-ге тең. Оны жазбай қойсақ та болады. Потом ол негізі плюс с деген бізде не бар? Қосылатын с деген зат бар. С деген біз белгілі бір константа, қосылатын сан, бірақ оны прям маңызды емес сендерге. Жазып жүрсеңдер жақсы, бірақ көп жағдайда конечно ұмытып кетесің. Мен өзім ұмытып кетемін негізінен. Где-то келесіде тұр 3-те. 1-дің интеграл x дейді. Ол бағанағы сияқты санға x жалғай саламыз деген сияқты. 1-ге x жалғасыңдар. Потом dx деген сөз, кстати, dx деген алғаш функция, то есть интеграл ал деген сөз. Сол ғана, сондай мағынаны береді. 1-ге x жалғасаңдар, просто x болады. 2 болса 2x болады, 3 болса 3x, и так далее. Келесі. 1 бөлінген x-тің алғаш функциясы бізде ln модуль ішінде x екен. То есть, мысалы, 1 бөлінген 2x-тікі не болады? Мына былай аласың. 2-ден 1 көбейтілген 1 бөлінген x те аласың. Мынау бізде коэффициент көбейтіліп тұрған. Помните, туындыда осындай бар еді, коэффициент көбейтіліп тұрса, ол туынды алғаннан кейін өзгермей тұра беруші еді. Но сол жерде сол сияқты, осы жерде сол сияқты. Коэффициент тұра береді өз орнында. 2-ден 1 бөлінген x-тің бізге несі интегралы ln x болады. Сонда ln x бөлінген 2 болады екен. Мынаның бізде интегралы. Вот. Түсінікшілер, келесі ex-тің бізде интегралы не болады екен? Ex бөлінген x-тің туындысы. Видите, бұл жерде туындыны қолданады екенбіз формулаларда. Мына формулалар мен көрсеткен қазір оңай түрлері формулалардың. Кітаптарда былай бермейді, басқаша береді. Вот. Мысалы ex-тің бізде интеграл кітаптарда ex-тің интегралы ex дей салады. Негізінен былай. X тең x бөлінген x-тің туындысы именно. Мысалы e-нің 2x дәрежесі болсына интеграл алсақ, өзін жазамыз бір рет, и дәрежесіне туынды алсақ 2. Соны бөлшектің бөлімінде тұру керек. Вот, осы бізде мынаның туындысы болады, интеграл болады. Вот. Келесі. Көрсеткіштік функцияның бізде интегралы. Көрсеткіштік функция бөлінген дәрежесінен туынды алады екенбіз, тағы да көбейтілген ln a дейді екенбіз. Мысалы 7-нің x квадрат минус 1 дәрежесі болсын, сонда өзін қайттан жазамыз. Дәрежесінен туынды аламыз, то есть мынадан туынды аламыз. 2x болады просто, көбейтілген ln 7 бізде. Вот. Мынау енді бізде мынаның интеграл болды. Бітті. Келесі тригонометриялық функциялардың интегралы бізде косинустікі неде
туындысы да синус қой білеміз ғой, бірақ бұл жерде туындысына минус синус еді, бірақ бұл жерде плюс синус бізде. Синус x бөлінген x-тің туындысы аргументінен туындалады екенбіз. Мысалы 4 косинус 3x не болады? 4 коэффициент болып тұра береді. Потом синус 3x дейміз, бөлінген 3x-тан не істейміз? Туындаламыз 3. Сонымен 4 синус 3x бөлінген 3 бізде мынаның интегралы. Синустікі тура осылай, тек қана наоборот косинус болады и алды минус болады екен. Осыны ұмытпаймыз. Синустың интегралы бізде минус косинус. Бұнда басқаша. Вот, енді бұған пример келтірмей қойып, түсінік шығар. Наоборот только. И минус таңбасы бар. Келесі. Бір бөлінген косинус квадрат x-тің бізде интегралы. Не болады? Тангенс x бөлінген x-тің туындысы. Бір бөлінген, мысалы, косинус квадрат 3x не болады? Тангенс 3x аргументтер бірдей болу керек всегда. Тангенс 3x-тан туындаламыз. 3 сонда. Вот, бізде интеграл осы. Ал бір бөлінген синус квадраттікі не екен? Бір бөлінген синус квадрат x-тікі бізде минус котангенс x бөлінген x. Мысалы, 3 бөлінген синус квадрат 2x болсын, мынандай. 3 не болады? 3 деген просто көбейтіліп тұрған коэффициент былай. 3 көбейтілген бір бөлінген синус квадрат 2x қоя, енді осыдан интеграл алсақ, 3 көбейтілген минус болады. Котангенс 2x бөлінген 2x-тан туындалам 2. Сонымен минус 3 котангенс 2x бөлінген 2 бізде мынаның интегралы. Өзден байқағандай жерде бізде тангенс пен котангенстің интеграл жоқ. Оны таппайсыңдар. Ондай сұрақ келмейді мектеп программасында. Түсінікті, мынау уже вышматтың несі тақырыбы болып кетеді. Мынандай сұрамайды сендерден. Поэтому бір бөлінген косинус квадраттікі, бір бөлінген синус квадраттікі ғана бар. Келесі түбірдік бізде түбірдің интегралы қалай? 2x түбір асты x бөлінген x-тің туындысы көбейтілген 3. То есть пример келтірейік. X квадрат минус 2x болсын. Так, туындысы. Бірінші, то есть 2 жазамыз формулада, потом түбірдің астында не тұр, соны жаз дейді қайттан. X квадрат минус 2x, потом түбірді қайттан жаз дейді. Так. И бөлінген түбірдің астында туындалы. 2x минус 2 болады, туындалсақ. Көбейтілген 3. Болды, мына арға қысқартып отырмай қойық. Мынау бізде мынаның интегралы. Түсінікті, осылай кішкене ұзақ шығады екен. Так. Келесі. Бір бөлінген түбір асты x-тікі. Енді наоборот. Бұл жерде бізде 2 түбір асты x бөлінген x-тің туындысы. Енді алдыңғы формулаға қарағанда 3 пен x жоқ екен, жанында сол ғана. Мысалы, бір бөлінген түбір асты 2x минус 1 болсын. Не болады? 2 формуладағы, потом түбірдің өзін қайттан жазамыз. Потом туындаламыз. 2x минус 1-дан туындалсақ, 2 мынамен мынау қысқаратты. Мынау бізде мынаның интегралы. Вот мынада мысалы туындалып көрсеңдер, сендерде мынау шығады қайттан. Значит, дұрыс деген сөз. Вот, кеттік келесі. Келесі дегенде бітті бізде формулалар. Интегралды ондай формула көп емес. У бөлінген, у көбейтілген деген заттар жоқ бұл жерде. Түсіндік па формулаларды? Айтып жіберсеңдер. Негізінен интеграл кішкене қиын тақырып более туындыға қарағанда. Потому что көп заттар істей алмайсыңдар туындыдағы сияқты бұл жерде. Әртүрлі басқа заттар қолдану керек. Так, біріншісінде не дейді? Біз интеграл алу керек, давайте сразу алайық. X квадраттікі не болады? X куб бөлінген 3 болады сразу. Плюс 2x-тікі не болады? 2x квадрат бөлінген 2 болады. То есть дәрежесін жазамыз, қосып біреу и бөлшектің бөлінген сол дәрежесін жазамыз, Плюс бір бөлінген x-тікі білеміз, ln модуль ішінде x. Мынау мынау қысқартылса, сонда интеграл общий бізде былай екен. X куб бөлінген 3, x квадрат плюс ln x. То есть мынадан туындалсында сендерді қайттан басындағы шу керек. Сонда дұрыс деген сөз. Прямо уверен болмай жатсаңдар, солай тексеріп алсаңдар болады. Инварский тангенс тапты келген дейді. Не олай келмеу керек негізінен. Потому что ол басқаша шығады более. Так, x минус 2 болса жіберіңдер көрейік. Беседада шығарып потом. Негізінен сұрамау керек мектеп программасына. Так, x минус 2 бөлінген x куб. Қарандар, мынандай затты туындыда сендер қалай шығарасыңдар? Мынандай өрнекті. Сендер u бөлінген v мен шығарасыңдар көп жағдайда. Бірақ интегралда u бөлінген v, u көбейтілген v деген заттар жоқ. Егер екі өрнек бір-біріне бөлініп тұрса, көбейтіліп тұрса,
ода интеграл ала алмайсыңдар сендер. Просто интеграл да келмейді олай. Басқаша просто оңай жолын іздеу керек сендерге. Әйтпесе шығара алмайсыңдар. Енді мына кішкене мынау бізде оңай. Бүйтсек болады. Мынаны бөлек-бөлек жазып алсақ болады. X бөлінген x куб минус 2 бөлінген x куб тең. Не істейміз? Мына мен мынау қысқарады, дәрежесі 1 бөлінген x квадрат болады. Мынау не болады? Мынау бізде былай жазылсақ, 2 көбейтілген 1 бөлінген x куб деп. Вот, енді вот мынау оңай болды. Енді осыдан барып интеграл алсақ болады. Жіктеп алдық просто. Мынау былай жазайық. X-ің минус 2 дәрежесі, мынау минус 2x-ің минус 3 дәрежесі деп. Вот, енді осыдан барып интеграл аламыз. Бағанағы кәдімгі ең бірінші AXN-ның формасы бойынша. Сонда x минус 2 плюс 1 минус 2 плюс 1. Так, минус 2x минус 3 плюс 1 минус 3 плюс 1. Вот осылай. Енді так, азайтсақ x минус 1 бөлінген минус 1. Мына жақта 2x минус 2 бөлінген минус 2. Мына мен қысқарады. Болды, енді дұрыстап реттеп жазайық. X минус 1 деген бөлшектің бөліміне кетеді. Бірақ алды минус болады екен, мына минус пен алды минус қылып жібереді. Минус 1 бөлінген x. Потом мына минус пен мына минус екеуін бір-бірін плюс қылып жібереді. 2 мен 2 кетті қысқарып. Мынау не істейді бізде? Мынау бөлшектің бөліміне түседі. 1 бөлінген x квадрат болып. Болды, мынау бізде ең соңғы есептің жауабы интеграл. Мынанікі немесе мынанікі деп санасаңдар болады. Вот осылай келсе бөлшек болып екі өрнек бір-біріне бөлініп былай жіктеп алу керек. Түсінікті ғой? Ортақ бөлім алдында болған зат. Ал оған келмейтін болса, онда уже күрделеніп кетеді слишком. Мынаны шығарайық давайте. Минус 18x куб бөлінген 3 болады, плюс 14x квадрат бөлінген 2. И не істейміз? Просто бөле саламыз. Бітті сонымен. 6x куб плюс 7x квадрат. Мынау бізде интегралы. Кеттік келесі. Түбірасты x-тікі. Түбірасты x плюс 3 түбірасты x. Түбірасты x-тікі қандай еді бізде? 2x түбірасты x бөлінген 3 болады. Мынау бізде аның интегралы. Енді мына жерде негізі мынандай форма шығарсаңдар болады. N түбірасты x мынандай. N түбірасында x бөлінген 3 көбейтілген x-ның туындысы. Еще емес. N плюс 1 көбейтілген x-ның туындысы. Түсінікті ғой, осылай. Новый форма негізі. Сразу ойдан шығара салдым мысалы. Но келу керек. Но давайте тексеріп көрейік. Мынау енді түбірасты x-тікі мынау білеміз, бағанағы форма бойынша. Сол формаға қарап енді форманы істедім. Енді келу керек мынаған негізінен. Мынаған келтіріп жазатын болсақ, былай. Осы формаға келтіріп жазатын болсақ, 3x 3-тер төрдің астына x бөлінген x-ның туысы 1 ғой. X-ның туысы бұл жерде 1-ге тең, n плюс 1 деген бізде 4 болады. Былай шығу керек не. Но давайте тексеріп көрейік. Дұрыс па, дұрыс емес па? X-ның бізде минус 3-тен 1 дәрежесі. И, кстати, төрдің формаларын ұмытқасыңдар, вот осылай кәдімгі 2-ден 1, 3-тен 1 дәрежеде боласыңдар да, бағанағы AXN-ның формасын сыласыласыңдар. Бітті сонымен шығады сендерде. Мысалы, x минус 3-тен 1 плюс 1, минус 3-тен 1 плюс 1 дейміз, сонымен x минус не болады? Плюс 2 бөлінген 3. Аяқта тоже 2 бөлінген 3 шығады. Сонымен мына бізде 3-тер төрдің астында x квадрат, потом или так, наоборот жазамыз. Минус емес қой жерде, мен еще не істеп жаздым. Ладно. Так, қыз. Қайтадан жазсақ, жерде мен x минус 3-тен 1 деп алып қойыппын. Сразу айтсам сондай. X 3-тен 1. Вот. Енді шығады қазір. 3-тен 1 плюс 1 бөлінген 3-тен 1 плюс 1. Енді кәдімгі бір болып кетті, но да ладно. X 3-тен 4 бөлінген 3-тен 4. Но бізде 3-тер төрдің астына x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 бөлінген 3. 3 үстіне істейді, барып көбейтіліп кетеді бізде бөлінген кезде. 3 үстіне барып көбейтіледі. Астына 4 қалады. Енді мынаны түбірден шығаратын болсаңдар, сендерде ол былай болады. То есть 3-тер төрдің астына x куб көбейтілген x деп алсаңдар болады ғой. X-ның 4 дәрежесіне болады, сонда бірақ x куб зато неден шығып кетеді, просто x болып. Вот сонда как раз таки вот мынау шығады екен бізде. Значит, дұрыс деген сөз, вот мына ойдан шығарылған форма бізде істейді деген сөз. Осыны жазып алсаңдар болады дұрыс. Келесі, бұл сондай дәрежелері уже үлкенірек түбірлердің формасы деп санасыңдар болды. Келесі енді оңай.
18x6 бөлінген 6, иә? Плюс 5 бөлінген x деген 5 көбейтілген ln модуль ішінде x болады. Неге өйткені былай деген сөз бізде 5 көбейтілген 1 бөлінген x деген сөз. 5 деген коэффициент болып тұра береді. Потом 1 бөлінген x-тің бізде интегралы ln модуль ішінде x, иә? Вот сонымен бітті. Мынау бізде интеграл болады. Басындағы өрнекте. Келесі кеттік. X куб бөлінген 4 дейді. Так, 4 деген не болады? 4 деген 4-тен бір тұра береді. И x кубтан интеграл алсақ, x-ның 4 дәрежесі бөлінген 4 болады. Минус синустқа қандай еді? Синустқа, помните, интеграл минус косинус, демек, мына бізде плюс болады. Вот, потом косинус x бөлінген 3x-тан туын аламыз 3. И общий суммен не шығады екен бізде? X-ның 4 дәрежесі бөлінген 16 плюс косинус x бөлінген 3 болады. Осы есептің бізде вот жауабы. Так, келесі синус квадрат x дейді и интеграл керек. Помните, неде туындыда егер дәрежесі жоғары болса қалай алушы едік интеграл? Ол кезде күрделі функцияның туындысын қолданушы едік, формасы болатын өзі. Бұл жерде ондай жоқ. Интеграл айттым, сондай заттармен қиын, то есть u көбейтілген v, u бөлінген v, және дәрежелер жоғары болса бізде таба алмаймыз. Интеграл келмейді никак. Поэтому басқа оңай жолдан іздеу керек бұл жерде бізге. Жіктеу керек екен. Потом барып қана интеграл аламыз. Допустим, жерде бізге мынандай форманы қолданамыз. Тригонометрияның. Дәрежені түсіру деген синус квадрат альфа бізде 1 минус косинус 2 альфа бөлінген 2-ні береді. Түсінді, косинус квадрат альфа бізде 1 плюс косинус 2 альфа бөлінген 2-ні береді. Осы екі форманы жаттап аламыз. Ешқандай қиындық жоқ, қарап тұрсыңдар. Екеуі бірдей форма, просто синуста минус болады, косинуста жерде плюс болады екен. Разницасы сол ғана. Енді вот осы жерде вот 1 минус не болады мынау? Косинус 4х бөлінген 2 болады. То есть альфаны 2-ге көбейтесің. 2 альфа деп тұр. Демек 2х 2-ге көбейтсем 4х. Енді істеймін. Енді мынау жерде бізде бөліп тұр. Мынандай кезде тоже интеграл табу келмейді. Жіктеп жазу керек, 2-ден 1 минус 2-ден 1 көбейтілген косинус 4х деп аламын. Вот. Енді аз айтсам қайтадан мынаны береді, ештеңе өзгермейді. Но енді барып вот интеграл ала берсем болады. 2-ден 1-дің интегралы бізде 2-ден 1 x минус 2-ден 1 жерде коэффициент болып тұрады мада. Косинустық енді интеграл қандай болады? Синус 4х бөлінген 4х-тан туын аламын, 4. Бітті, сонымен x бөлінген 2 минус синус 4х бөлінген 8. Болды, осы есептің бізде жауабы. Мынандай куб нелермен келмейді негізінен тестта. Тоже қиын болып кетеді, слишком. Максимум квадратпен келеді, синус пен косинус квадратпен келеді. И осы форманы қолданасыңдар сол кезде интегралға. Түсіндік қой? Вот. Кесе 4 дәреже келуі мүмкін. 4 дәреже ол шығар жол кішкене басқаша. 2 рет квадраттайсыңдар. Так, сонымен кеттік келесі. Енің 2х дәрежесі плюс 1 бөлінген түбірасты x дейді. Так, x-тікі қандай еді? X-тің өзі, потом дәрежесін туындаламыз 2. Бітті мынау интеграл. 1 бөлінген түбірасты x-тің формасы бар, оңай. 2 бізде түбірасты x болады. Негізі 2 түбірасты x бөлінген x-тің туындысы. Енді x-тің туындысы бұл жерде 1 қой, поэтому осы қалады. Так, и все, я. Енді сұрашыққа келесі кеттік сразу. X 5 дәрежесі бөлінген 4 дейді, минус косинус 5х дейді. Бұл жерде 4-тен 1 тұра береді. Коэффициент болып көбейтілді. Мынаған x 6 бөлінген 6 болады. Мынан кіші минус синус 5х бөлінген 5х-тан туын аламын, 5 болады. Вот, сонымен x-ның 6 дәрежесі бөлінген 24 минус синус 5х бөлінген 5 болады. Осы есептің вот бізде енді жауабы болады екен. Бітті. Так, мынаның интеграл қанша болады? Кім айтады? Косинус квадрат 5х бөлінген 7 плюс синус квадрат 5х бөлінген 7-ның интеграл нешеге тең? Так, дұрыс, Сағира мен Мырзабектікі. Неге? Потому что мынау 5х бөлінген 7 мен 5х бөлінген 7 екеуінде бірдей аргумент, то есть косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа деген сөз мынау бізде. Ал бұл бізде не береді? Бұл бізде негізгі тригонометриялық тепе теңдік. Бұл бізде бірді береді.
Ал 1-дің бізде интегралы не болады? X болады. Вот сол есептің жауабы осылай, дұрыс айтасыңдар. Так что ұмытпаймыз осында. Егер синус пен косинус қосылып тұрса, бір-біріне квадратты алып, аргументтері бірдей болса, онда ол по-любому бірге болады. Бірге тең болады деген сөз. Мынау кәдімгі ұмытының есебі. Түсіндік қой? Мынау кәдімгі келетін есеп. Келесі. Дыбырас x минус 1-дің квадраты бөлінген x болады. Білеміз, жерде квадрат тұр, тем более бөлініп тұр, мынандай кезде вообще интеграл табуға келмейді. Поэтому істейміз. Поэтому давайте үстін ашайық квадраттап. Поэтому қысқаша көбейту формасы арқылы ашайық. Дыбырас x-дің квадраты x минус 2-ның 2 еселенген көбейтілсе 2 дыбырас x, мынаның квадраты плюс 1 бөлінген x. Енді істейміз. Енді жеке жазып аламыз, То есть x бөлінген x минус 2 дыбырас x бөлінген x плюс 1 бөлінген x деп. Енді сонымен 1 минус, потом 2 дыбырас x-ті x-ке бөлу керек. Ол үшін қалай бөлеміз? Мынау 2x 2-ден 1 бөлінген x деген сөз ғой. Демек, x-тан дәрежесіне азайтылады. Білеміз ғой, бөлінген кезде дәрежелер бөлінген азайтылады. Сонда x-тің минус 2-ден 1 дәрежесі шығады. Ол деген сөз 2 бөлінген дыбырас x деген сөз. Вот. Немесе 2 көбейтілген деп жазып қояйық, шатаспау үшін. 1 бөлінген дыбырас x көбейтілген 2. Түсіндік қой? Дыбырас x-қа бөлдік, сонда 1 бөлінген дыбырас x шықты. Мына 2 тұр көбейтілді. Плюс 1 бөлінген x есептегі. Енді осыдан барып интеграл табамыз. 1-дікі бізде 1-дің интегралы бізде x болады, минус 1 бөлінген дыбырас x-тікі бізде 2 дыбырас x болады, көбейтілген x бар мына жерде. Мына x бар, немесе сразу жазайық давайте көбейтіп. Сол қайта жазып отпай. 4 дыбырас x болады. 1 бөлінген x-тікі бізде ол енді ясный дело 1 ln модуль ішінде x болады. Ол есептің бізде жауабы. Мынаның интегралдары. Бітті. Келесі. Ex дейді. 1 минус, e-ның минус x дәрежесі бөлінген x квадраты. Естейміз енді, көбейтіп тұрған кезде интеграл табу келмейді, сразу ішіне көбейтеміз, жеке көбейту керек. 1-ге көбейтсек, x болады. Оң жаққа көбейтсек, ex көбейтілген e-ның минус x дәрежесі болады. X квадрат. Білеміз, егер санға тура сондай сан қарама-қарсы дәрежемен көбейтіліп тұрса, ол бізде 1-ге тең болады. Мінекей бізде 1-ге тең болады, көбейтілсе. Сонымен ex минус 1 бөлінген x квадрат болады. Формула қолданып шығарып жатсыз ба дейді. Формуламен шығарып отырып қой. Енді басқаша қалай. Просто басына жіктеу керек көп есептерді. Жіктейсіңдер, то есть оңайлатып аласыңдар. Потом барып уже форма қолданасыңдар. Так, вот мынаны ex-ті жақсының ішіне көбейткен кезде бізде былай шықты. Енді осыдан интеграл алсам, ex-ті бізде x болады, минус мынанікі. Қиналсаңдар, былай алсаңдар болады, x-ің минус 2 дәрежесі деп. Сонда минус 2 плюс 1, минус 2 плюс 1 дейсіңдер. Сосын x минус 1, минус 1. И ең соңында плюс не болады? 1 бөлінген x болады. Это x минус 1 деген сөз бізде бөлшектің бөліміне кетеміз деген сөз. Есептің жауабы бізде осы. Ну, я плюс деген всегда жүреді жанында, бірақ оны жазғанға ерінемін, мысалға, если честно. Негізі жазып жүргендерім дұрыс, конечно. Сонымен x плюс 1 бөлінген x біз есептің жауаптары екен. Косинус x, ну енді мысалы күрделі есепке жасады, мынаның интегралын тап деген. Видите, мына жерде көбейту тұр, квадрат тұр, мынаның бәрін негізінен шығару қорқасың осында. Потому что интеграл табылмайды мынандай кезде. Бұл жерде енді тригонометрияның формулалары көмектеседі сендерге. Косинус 2x бізде қалай ашылады? Косинус квадрат x минус синус квадрат x деп ашылатын формасы бар бізде. Осылай ашылады бізде косинус 2x. Енді аламыз да, мынаны жеке бөліп жазып аламыз. То есть косинус квадрат x бөлінген косинус квадрат x синус квадрат x. До этого болған зат жазамыз жіктеп. Синус квадрат x бөлінген косинус квадрат x синус квадрат x. То есть, видите, мынаны қайтадан азайтсыңдар, сендерде мынау шығады, тура осы. Өйткені ортақ бөлімдер бірдей. Но зато не істейді. Мынамен мынау кетеді, мынамен мынау кетеді. Сонда не қалады екен? 1 бөлінген синус квадрат x минус 1 бөлінген косинус квадрат x шығады екен. А вот бұның бізде уже формасы бар, 1 бөлінген синус квадрат x бізде минусқа тангенс x, мынанікі бізде минус тангенс x болады. Бұл есептің жауабы бізде осы. Либо былай береді ответ, либо жақшаны сыртына шығарып береді x-ті.
түсініп, осындай хитростер бар. Кәдімгі тригонометрияның формулаларын бірталай қолданасыңдар негізінен интегралдың есептерінде. Вот, кеттік келесі. Келесі синус x бөлінген 2 минус косинус x бөлінген 2-ның квадраты дейді. Так, енді бұны не істеу керек? Обязательно қысқаша көбейту формасымен ашу керек. Минус 2-ның 2 еселенген көбейтіндісі. Потом b квадрат, то есть косинус квадрат x бөлінген 2. Енді отқанда синус квадрат x бөлінген 2 мен косинус квадрат x бөлінген 2 бізде 1-де береді. Бағана синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа сияқты. 1 минус. Мынау нені береді? Мынау бізде 2 синус альфа косинус альфа деген түрде тұр. Ол бізде қандай форманы береді? Ол синус 2 альфаның формасы, егер естеріңнен шықпаса. Демек, бастапқы түрін алып келсек, не істейміз? Синус и аргументін 2-ге көйтеміз. То есть 2 альфа дейді. Альфаны 2-ге көйту керек. X бөлінген 2-ні 2-ге көйтсем, не болады? Просто x қалады. Бітті, видите, оңайлатып алдық. Басынағы есепте. Енді мынадан интегралы вообще қиын емес. 1-дікі бізде x болады, минус синус x бізде плюс косинус x болады, и все. Бітті, осы есептің бізде жауабы. Түсінікті, мына есептер негізінен күрделіге жатады, но негізінен тригонометрияның формуласын білсек болды екен. Дальше кеттік. Соңғы есеп наведсегі. X квадрат плюс 1 квадраты бөлінген x куб. Дәген не істейміз? Бағанағы сияқты ашамыз. X-ның 4 дәрежесі плюс x квадрат, 2x квадраты, то есть плюс 1 бөлінген x куб. Не істейміз? Енді жіктеп жазамыз. X-ның 4 дәрежесі бөлінген x куб плюс 2x квадрат бөлінген x куб плюс 1 бөлінген x куб деп. Жіктеп жеке-жеке жазып алдық. Не істейміз? Енді қысқартамыз. Мына мен мынау қысқартса x қалады. Мына мен мынау қысқартса 2 көбейтілген 1 бөлінген x қалады. Мынақты 1 бөлінген x куб қалды. Енді интеграл алайық. Мынанікі x квадрат бөлінген 2 болады. Мынанікі 2ln модуль ішінде x болады. Плюс и мынанікін табу керек бізге. 1 бөлінген x куб. Мына жаққа жеке табысайық. X минус 3 деп аламыз. X минус 3 плюс 1 минус 3 плюс 1 дейміз. Сонда x минус 2 минус 2 болады. И сонда минус 1 бөлінген 2x квадрат болады кемізде. Дұрыс, я. Вот, сонда минус 1 бөлінген 2x квадрат болады екен. Вот, есептің бізге жауабы. X квадрат бөлінген 2 плюс 2ln x и минус 1 бөлінген 2x квадрат. Бітті. Осы жерге дейінгі есептерін бәрі түсініп, жазып жіберсеңдер. Бірталай сұрамат қой сіздерден. Сұрақтар болса сразу қойып отырамыз. Ұялмай. Так. Осы кеттік. Келесі 3 минус 2x 4 дәрежесі dx деген. Енді бұл жерде интеграл тоже күрделі функцияның интеграл деген бар, бірақ ол бағанағыдай квадраттарға басқа функцияларға келмейді. Негізінен мынандай бар. Kx қосылған l-дің n дәрежесі деген. Осыдан интеграл алатын бізде формасы бар. Бірақ ол именно kx қосылған l деген түрге ғана келеді. Түсінікті ғой? То есть 3 минус 2x деген сияқты. Бұның формасы қандай бізде? А бөлінген k көбейтілген n плюс 1, потом kx қосылған l-дің n плюс 1 дәрежесі. Вот осылай. Енді жазайық соң. Так. А деген бұл жерде бізде 1 кетсең, 1 бөлінген k дегеніміз қаншаға тең? K деген бұл жерде x-ің алдына сан, коэффициент минус 2 тең. Таңбасымен бірге аласың. Минус 2 көбейтілген n плюс 1 деген 4-ке 1-ді қоссақ 5. Потом көбейтілген 3 минус 2x-тің 5 дәрежесі. Вот сонымен 3 минус 2x-тің 5 дәрежесі бөлінген минус 1. Бітті, вот мынаның бізде интегралына тең екен. Түсінді ғой, мынандай бір жаңа форма сендерге. Kx қосылған l-дің егер дәрежелері үлкен болып келсе, осыны қолданасыңдар. Так, келесі. Тоже иногда келіп қалады осыған есептер. 4x минус 1-дің интегралы. Енді бұны көп оңай формасын саламыз. 2x турасы x бөлінген x-ның тонус көбейтілген 3 деген. Сонда 2 4x минус 1 4x минус 1 түбірасты бөлінген x-ның тонусы бұл жерде 4-ке тең көбейтілген 3. Сонда мынау қысқарады, 2 қалады. И 4x минус 1 түбірасты 4x минус 1 бөлінген
6 болады екен. Осы есептің бізде жауабы. Дұрыс, қиын емес. Формула сала тікелей. Келесі синус x косинус x-тің интегралы. Так. Не істейміз? Мынау көбейтіп тұрған кезде таба алмаймыз. Ол көбейтілген в деген зат жоқ дедім. Енді демек, мына бізде бастапқы мынандай формаға келтіру керек. Синус альфа косинус альфа. Алдына 2-ні қойсақ нені береді? Бізге синус 2 альфаны береді. Поэтому ойша 2-ні көбейтсем, түсінді ғой, что формула келу үшін. Бірақ есепте ештеңе өзгермеу үшін қайтадан 2-ге бөліп жіберемін. Зато бізде үсті формуланы береді, уже синус 2х формасын береді бұлай. Енді осыдан интеграл алатын болсақ, то есть мына бірінші былай жазылу керек, 2-ден 1 көбейткен синус 2х деп. Енді интеграл алуға болады. 2-ден 1 тұрады коэффициент болып, синус 2х бізде минус косинус 2х бөлінген 2х-ның тонысы 2-ге тең. Сонымен минус косинус 2х бөлінген 4 бізде есептің вот жауап синус х косинус х-тың интегралы. Сонда вообще синус пен косинус көп келетін болса, есептер көп жағдайда өздің тригонометрияның туындысын қолдану керексіңдер көп жағдайда. Соны біліп жүріңдер. Так, енді келесі қараңдар, бізде мынандай есептер бітті. Интеграл табыңдар, айтыңдар, бүйтіңдер деген. Енді бізге аудан табатын есептер шығарамыз. Тоже часто келеді бұл бізде есепті тестта. Бүгінгі сабақ бізде вообще тез болайын деп тұр ғой. Ең тез бітетін. Потому что негізінен ондай көп айтатын зат жоқ интегралда. Туындыда, помните, жанама табу, өсу, кем аралық табу деген заттар бар. Интегралда просто интегралдың өзін табу и просто аудан табу. Сол екі зат қана. Шегі болсашы дейді. Вот как раз шегі бар есептерді шығарамыз. Ақшам кетті сонда дейді. Ну, бітеді енді 9-дан кішкене аса, наверное. Көп жағдайда аудан тап деген мынандай жазу түрінде келеді сендерге. Түсінікті ғой? Вообще қандай любой аудан табу үшін сендерге фигураның ауданын тап деген есептерде обязательно 2y 2x керек сендерге. Түсінікті ғой? Есеп шығу үшін осы x1 x2 y1 y2 керек. Бұның формасы бізде сонда былай шығады. x1-ден x2-ге дейін, әйтеуір кішісінен үлкенге дейін, потом y1 минус y2. Вот осыдан потом аудан шығады сендерде. Түсінікті ғой? Енді бірінші есепке қарайық. Y тең минус 4-тен 1 x квадрат плюс 2x параболасы дейді. Осы парабола. Және абсцисса осымен шектелген фигураның ауданын тапты. Абсцисса осінде y нешеге тең болады? Абсцисса деген x ось, x осінде y бізде 0-ге тең болады. Келесі y бізде 0 деген сөз. Видите, 2y бар бізде. Енді бізге жетпей тұрған 2x, x1 мен x2. Көп жағдайларда x-ті бермейді сендер есептерде. Оны қалай табады? Оны просто 2y-ті бір-біріне тең есеп таба саласыңдар. Түсінікті ғой? То есть минус 4-тен 1 x квадрат плюс 2x тең 0 дейсіңдер. Енді осы жерден x-ті табу керек сендерге просто. Ол үшін давайте минус 4 беріп жіберейік. Ортақ бөлім сонда x квадрат минус 8x болады бізде. Тең 0-ге. Вот. И так, дұрыс. Енді осы жерден x жасын ашарам. x тең 0, x тең 8 деп жатқан. Видите, 2x бізде шыға келді. Енді интегралды шектері бізде ылғида кішісінен үлкеніне барады. 0-ден 8-ге дейін барады. Ал мына жерге не жазады? Мына жерге негізі 2y-тің азайтындысын жазады. Всегда бір-бірінің. Азайтындысы енді бұл жерде не имеет значения ғой, біз өйткені 0-ден азайтсаңдар, бәрі сол зат шығады бізде қайтадан. Демек, өзін қайтадан жазамын. Минус 4-тен 1 x квадрат плюс 2x деп. Негізі минус 0 дегені бар, бірақ ол түкке әсер етпейді. Осылай қаламызда dx дейміз. Бітті. Енді осыны кәдімгі шығару керек дальше. Бірінші, не істейміз? Бірінші интеграл табу керек бізге. Минус 4-тен x квадраттікі бізде x куб бөлінген 12 болады. Мен сразу жазайын, давайте. Мынанікі плюс x квадрат болады. Интегралы. Таптық. Енді істейміз? Енді шектерін не істейді екенбіз? Шектерін аламызда жеке-жеке x-ның орнына қойып шығамыз. Кезек-кезек, то есть. Бірінші ылғида үстін қояды, потом астын қояды. Үстін қоямыз. Бірінші жақшаны ашасыңдар. 8-ді аласыңдар да x-ның орнына қоясыңдар. Вот. 8-дің кубы керек. Так, 8-дің кубы қанша? 512 екен. Минус 512 бөлінген 12 плюс 64, ja? Дейсіңдер, минус негізінен, минус дейсіңдер да, x-ның орнына 0-ді қоясыңдар негізінен. Енді 0-ді қойсаңдар бұл жерде, мынаның бәрі 0 болып кетеді. Так что екінші жақшаның смысл жоқ екен. Но әдетте екінші шекті тоже қою керек x-ның орнына, екінші жақшаны ашып, минус деп. Енді жерде бізде бәрі 0 болады екен, мынаны есептесек жеткілікті екен. Так. Енді мынаны есептесек, ортақ бөлім берейік, 12 деп. Сонда минус 512 плюс 64 деп, 12-ні көйтсек қанша? 768 екен.
бөлінген 12. Так, 768-ден азайтамыз 512-ні. Соң 256 бөлінген 12. Есептің жауабы осы. Мынау бізде шектелген фигураның ауданы 256 бөлінген 12 кетсен екен. Қараңдар, иногда ең соңында минус сан шығып қалуы мүмкін. Түсініп қой, минус сан, плюс сан болсын, ылғи плюс қылып аласыңдар, модуль түрінде. Түсініп қой, ответте ол минус сан шықса да, ол плюс түрін белгілей саласыңдар. Ол дұрыс деген сөз. Неге иногда минус сан шығып қалады? Бұл жерде, потому что сендер иногда y1-ден y2-ге емес, наоборот азайтып жібересіңдер. y2-ден y-1. Енді білмейміз ғой біз басында қайсысымен y1, қайсысы y2 екенін. Өйткені бізде график жоқ. Поэтому ондай заттар болуы мүмкін. То есть минус сан шығып қалуы мүмкін. Оны плюс ретінде ала береміз. Одан ешқандай қорқып қажеті жоқ. Дальше келесі. Тура осы есепіне. Y тең 2x дейді, y тең x минус 2 дейді, x тең бізде 4 дейді. Берілген қисықтармен шектелген фигураның ауданы тап. 2y бар бізде. Көріп тұр қой. X-тан бірақ бізде біреу ақ екен. X-тан біреу ақ. Ол үшін бізге 2x керек есеп шығу үшін. Поэтому екінші x-ті қалай табамыз? Мұны екеуін теңестіріп қайттым. 2y-ті теңестіру керек всегда x-ті табу үшін. Сонда 2x тең x минус 2, бері қарап келсек. X болады, мына жақта минус 2 деп қалады. Вот x2-ні тауып алдық. Минус 2 тең екен. Енді сызамыз. Минус 2-ден 4-ке дейін. 2x түріне азайтамыз. 2x минус дейсіңдер. Жақша қаласыңдар обязательно. Өйткені 2 назатам азайтып жасыңдар ғой. Поэтому жақша алу керек міндетті түрде. И dx общее. Сонда енді азайтсақ ішіндегісін. 2x минус x плюс 2 ғой жақша ашсақ. Сонда x плюс 2 болады екен бізде общее. 2y түріне азайтқан кезде. Енді осыны интеграл алып шектерін қояды екенбіз. Оны бізде x квадрат бөлінген 2 плюс 2x болады. Несі? Интеграл. Енді осыған шектерін қоямыз. Бірінші 4-ті қоямыз. Бірінші жақшаны ашамызда 4-ті қоямыз. 4-тің квадраты бізде 16, 16 2 өсек 8. Потом 2-ке 4 өсек тоже 8. Минус. Есінерді келесі жақшаны ашып, енді минус 2-ні қоясыңдар. Минус 2-дің квадраты 4, 4 2 өсек 2. Минус 2-ке 2-ні қойсек минус 2. Вот. Сонымен 2-ні 2-ні азайтсаңдар 0, енді жерде просто 16 шығады екен. Вот осы есептің бізде 16 болады есептің жауабы. Ауданы фигураның. Сондықтан 2y, 2x керек обязательно. Ары қарай уже ешқандай қиындығы жоқ. Келесі. Келесі сызықтармен шектелген фигураның ауданы таппайды. Y тең минус x квадрат. Минус x квадрат. Плюс 4. Y тең x плюс 2. Так. Минус 4 емес пе дейді. Қайсы? 8 плюс 8 шықты емес пе бізде? Нет? Так, сонымен 2y берді. X-тар табу үшін істеймін. Тең естіп. X-тар бермеген екені. Поэтому x плюс 2 тең минус x квадрат плюс 4. И сол жақалық бөлеймін бәрін. Сонда x квадрат плюс x бірге келсе минус 2 болады. Тең 0. Енді осы жерден қазір табамын. Енді бұл бізде бірінші алгоритм керек. Сонда x біріміз бірге тең x2-міз минус 2 тең. X1 мен 2-ні табып алдық. Минус 2-ден бірге дейін. Енді мына жерде екеуін бір-бірін азайтып жүрмей қойса болады. Өйткені бұл жерде уже мынаның бәрін бер жаққа алып келдік қой жаңа. Екеуін теңестіріп. Демек, екеуі бір-бірін азайтылды деген сөз. Азайтылған кезде мынандай зат шықты. Мынандай өрнек. X квадрат плюс x минус 2 деген өрнек шықты. Енді осыдан интеграл аламыз. X куб бөлінген 3 плюс x квадрат бөлінген 2 минус 2x. Берілген мүлдем кішкентай қояғай дейді. Ну, енді солай болып қалды. Так, енді не істейміз? Енді осыған интеграл шектерін қоямыз. Минус 2-ден 1-ге дейін, минус 2-ден 1-ге дейін. Енді бірінші 1-ді қойып шығамыз. 3-ден 1 плюс 2-ден 1 минус 2. Минус 2 жақша ашамызда уже минус 2-ні қоямыз. Минус 2-дің кубы минус 8 бөлінген 3 болады. Мынау бізде 4, 4 2 өсек 2, мынау бізде плюс 4 болады. Так, дұрыс. Енді дальше есептеу керек. Біріншісіне ортақ бөлім берсек. Так, 2-ден 3-ден 6-тан, е? Сонда 2 плюс 3 минус 12 болады. Бөлінген 6. Мына яқташы. Мына бізде плюс 6-ны береді екен қосылса 2-ке 4, потом ортақ бөлім берсек 3-ті. Так, минус 8 плюс қанша 18 болады. Бөлінген 3. Так, дұрыс. Тең, енді кәдімгі есептеу ғой, бұл жерде қате кетуде мүмкін. Мысалы қазір 2-ке 5 алсақ 5, 5-тен 12 алсақ 7, минус 7 бөлінген 6.
Так. Потом плюс мінекей бізде... нет, татырмыр пока. Минус 8 плюс 18 бізде 10-ды береді. 10 бөлінген 3, демек, минус 10 бөлінген 3-ті береді екен. Вот осылай шығып тұр енді бізде пока. Енді дальше тағы бір ортақ бөлім береміз. Ондаған 2-ден береміз. Сонда минус 7 минус 20 бөлінген 6. Сонымен минус 27 бөлінген 6 есептің жауабы. Немесе қысқартсақ 3-ке. Минус 9 бөлінген 2. Минус 9 бөлінген 2. Оны бірақ мен айттым, минустан шықса алаңдамаймыз. Оны плюс қылып саламыз деп. То есть 9 бөлінген 2 немесе обычно 4,5 деп береді. Осы есептің бізде жауабы. Берілген фигураның қисықтармен шектелген фигураның ауданы. Главное бұл жерде есептерден шатасып кетпеңдер. Көп жағдайда осыдан шатасады көбісі. Келесі. Y тең 1 минус x дейді. Y тең 4 минус x минус x квадрат. X-тарды бермеген. Демек x-тарды өзіміз табамыз. Не істейміз? Екеуін бір-біріне теңестіреміз. 1 минус x тең 4 минус 3x минус x квадрат. Сол жаққа алып келейік. X квадрат плюс 2x, бері қарай келсе, минус 3 тең 0. Вот осылай болады екен. X біріміз 1-ге тең, x екіміз минус 3-ге тең. И мына уже бізде, видите, бәрін сол жаққа алып келдік, но азайтылған түрі. Сразу жазамыз қазір осылай. Минус 3-тен 1-ге дейін x квадрат плюс 2x минус 3 dx тең. Енді интеграл табайық. X куб бөлінген 3 плюс x квадрат минус 3x. Енді минус 3-пен 1-ді қою керек. Бірінші жақша ашамызда 1-ді қоямыз. 3-тен 1 плюс 1 минус 3 теңсінес минус минус 3-ті қоямыз. Минус 3-ті бізде куба минус 27, минус 27 9 қосек минус 9. Так. Минус 3-ті квадраты бізде плюс 9, минус 3-ке минус 3-іміз бізде плюс 9 береді. Тең. Енді есептейік. Бірінші жақшада ортақ бөлім береміз. 3. Ну, давайте мынаны сразу. Минус 2 деп алайық. 1-ден 3 азайтылғанда минус 2 деп алайық. И ортақ бөлім береміз. 3-тен. Сонда 1 минус қанша? 6 бөлінген 3 болады. Минус, мына жақшада минус 9-ден плюс 9 жойылады, 9 алады. Алдындағы минусымен минус 9-ды береді. Сонымен минус 5 бөлінген 3 минус 9, ортақ бөлім берейік. Минус 5, минус 27 бөлінген 3. Сонымен минус 32 бөлінген 3 есептің бізде жауабы. Немесе плюс деп аласыңдар. 32 бөлінген 3. Есептің жауабы. Либо былай береді ответ, и көп жағдайда бұны аралас бөлшек қылып береді сендерге. То есть, қанша там? 10,3-тен 2 деп береді негізінен. Осылай ответ қылып береді. Соң аралас бөлшек түрінде. Вот. Плюс түрінде аласыңдар, қайтадан айтамын. Дальше кеттік, келесі соңғы есеп нәубеттегі. Y тең 6x дейді, y тең 0 дейді, x тең 1, x тең 3 дейді. Видите, оп-оңай. Мына вообще оп-оңай есеп. X-тарды беріп қойған, y-тарды беріп қойған. Ито оңай екен. 1-ден 3-ке дейін 6x азайтсаң 0-ді ол бәрі солай қалады. Сонымен dx. Бұны интеграл алсаңдар 3x квадрат болады. Так. Кетті так жаңа. Енді так. Сонымен интеграл алдық. 6x-тан бұл бізде 3x квадрат болды интегралы. Енді 3-пен 1-ді жеке-жеке қоямыз. Бірінші 3-ті қойсақ. 3-тің квадраты 9, 9-ға 3-ті қойсам 27. Минус, енді 1-ді қойсам, просто 3 болады. Сонымен 24 біз есептің жауабы. Бәтті ешқандай қиындығы жоқ екен. Соңғы есеп вообще оңай. Келесі. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз дейді. Y тең косинус x, y тең синус x, x тең 0, x тең пи бөлінген 4-ке дейін. Бұл жерде тригонометрия беріпті. То есть 0-ден пи бөлінген 4-ке дейін. И давайте косинустан азайтамын синус x-ті. И сонымен интеграл табу керек осыдан бізде. Енді интеграл қиын емес, косинустікі бізде синус x болады. Синустікі бізде, помните, минус косинус қайда бұл жерде минус болғаннан кейін плюс косинус x шығады. 0-ден пи бөлінген 4-ке дейін. Енді жеке-жеке қоямыз. Бірінші жақшан ашамда пи бөлінген 4-ті қоямын. Синус пи бөлінген 4 минус плюс косинус пи бөлінген 4 минус деймін. Екінші жақшан ашамда 0-ді қоямыз. Синус 0 плюс косинус 0. Тең, енді бұл жерден, мынау бізде пи бөлінген 4-тен нешені береді? Теорасы 2 бөлінген 2-ні береді. Жерде тоже теорасы 2 бөлінген 2-ні береді. Екеуін қосаңдар,
нені береді? 2 тубрасы 2 бөлінген 2-ні береді, екеуін қоссаңдар. Ол 2 қысқарады, тубрасы 2-ні береді. Ол минус. Мынау нені береді? Синус 0 бізде 0-ге тең, косинус 0 бізде 1-ге тең. Екеуін қоссаңдар 1-ге тең болады. Алдындағы минусымен минус болады. Ол есептің жауабы бізде осы. Дальше азайтылмайды. Жуықтап беру мүмкін, но скорее олай бермеу керек негізінен. Тубрасы 2 бөлінген минус 1 бізде есептің жауабы. Келесі. Егер x куб бөлінген 4 болса дейді, және y деген сөз ғой енді. Y тең тубрасы 2x болса, фигураның ауданын тап дейді. X-тар бермеген табу керек, сонымен x бөлінген 4 тең тубрасы 2x. Так, бірінші есебіміз, давайте бірінші квадраттайық. Екі жағын квадраттасақ, x-ің алты дәрежесі бөлінген 16 болады, тең 2x. Енді ортақ бөліп бережейік 16. x 6 тең 32. x бері қарай алып келу керек. Минус 32x деп тең 0. x жақшасына шығарамын. x-ің 5 дәрежесі минус 32 қалады. Тең 0. Енді x тең 0. Потом x-ің 5 дәрежесі тең 32-ден бізде не шығады? x тең 2 шығады. Міне бір нүкте, міне бір нүктесі. 0 және 2 деген. Енді сразу қоямыз бұл жерге. 0-ден 2-ні мінекей бір-бірінен азайтып жазамыз. x бөлінген 3, бөлінген 4, x куб, то есть. Минус тубрасы 2x деп. Енді давайте интеграл алайық. dx интеграл алайық. Мынаны бізде сразу жазайын. x-ның 4 дәрежесі бөлінген 16 болады. Минус мынаны кіші. Тубрасы x қандай еді? Естеріңде болса 2x тубрасы x бөлінген x-ның тоғыз көбейтілген 3. Енді бізде бұл жерде в данном случае не болады? 2 тубрасы 2x көбейтілген 2x болады. Бөлінген 2x-ның тоғыз 2 көбейтілген 3 болады. Мына мен кетті дейік. Болды. Вот осылай екен. Енді бір қоямыз. 2 мен 0. Бірінші 2-ні қоямын. 2-ні қойсам, 2-ның 4 дәрежесі 16. 16 қойсам 1. Минус. Потом 2-ні мына жерлерге қоямын. 2-ні тубрасының 2x-тің орнына қойған кезде, мынау бізде 4 болып кетеді. 4 тубрасына 2 болып шығады. Жерге қойсам, тоже 4 болады екен. Вот, бөлінген 3 сонымен 2-ні шақшаны ашу керек, и соған 0-ді қою керек, 0-ді қою керек, x-ің орнына, бірақ 0-ді қойсақ, таңбар бізде 0 болып кетеді. Так что 0-ді қойып смысл жоқ. Сонымен 1 минус 8 бөлінген 3, бұл бізде минус 3-тен 5-ті береді. Так, я. Немесе плюс 5 бөлінген 3 деп ала саласыңдар. Либо ответ 1,3-тен 2 деп береді. Болды. Либо скорее осылай береді. Вот, есептің жауап бізде осылай. Келесі. Енді келесі екі есептің мынандай бір разницасы бар. Мына сызықтармен шектелген қисық трапецияның OX осымен айналдырғанда пайда болған дененің көлемін тап дейді уже. Видите, аудан сұрап тұрған жоқ, көлем. Көлем табу кезде шығару принципі негізінен бірдей. Тек қана мынадай зат бар. x1-ден x2-ге дейін еді ғой, алдына пи бар көбейтілген, потом f от квадрат x dx болады. То есть бірінші берген функцияны, то есть 2 y бөлінген азайтасыңдар, сосын соны квадраттайсыңдар, потом барып қана интеграл аласыңдар. Вот, көлем сұраса, осылай шығарасыңдар. Көлем иногда сұрақ қалады. Көп келе бермейді бұл. Бірақ мектеп программасына барсат, но редко келеді. Ке қалса вот шығару білу керексіңдер. Разницасы қандай екен? Алдына пи бар көбейтілген, и бірінші функцияны квадраттау керек, потом барып қана интеграл алу керек екен. Давайте шығарып көрейік. Y тең x квадрат, y тең 0, x тең 0, x тең 2 дейді. Вот. Сонда 0-ден 2-ге дейін x квадраттың квадраты болу керек, потом dx болу керек. Вот көлем сұрады, потому что. Енді барып, вот, 0-ден 2-ге дейін x-ның 4 дәрежесі, бұл жерде пи бар, кстати, көбейтілген, потом dx. Вот, енді барып шығады қазір. Так, бұл бізде интеграл x-ның 5 дәрежесі бөлінген 5 болады, и қоямыз жеке-жеке. Бірінші 2-ні қойсақ, 32 бөлінген 5 болады, и 0-ді қойып смысл жоқ екен. 2 0 болып кетеді, потом көбейтілген пи бар дедік, сонымен 32 пи бөлінген 5 бізде есептің жауабы. Вот осындай зат бар. Келесі тура осындай есеп. Көлем тап дейді. Y тең бізде 2-ден 1 дәрежесі x минус 1 дейді. Ол бізде тубрасы x минус 1 деген сөз ғой. Вот. Потом y тең 0 дейді. X тең 2, x тең 4 дейді. Так, 0-ден сіз 2-ден 4-ге дейін. Потом функцияны квадраттау керек. Помните, 2-мен бір-бірінен азайту керек. Мынаны азайтсам қайтадан мынаны береді. И осыны бізде квадраттау керек. Потом dx аламыз. Бұл жерде пи бар көбейтілген.
тең. Енді бұны квадраттасақ не істейді? Бізде просто түбірі жойылып кетеді. X минус 1 деп қалады. Оңай. Енді интеграл аламыз. X квадрат бөлінген 2 минус X. Иә? Енді 2 мен 4 қоямыз жеке-жеке. Бірінші 4 қоятын болсақ, 4-дің квадраты 16, 2 бөлеміз 8. Минус 4. Минус 2-ні қоямыз. Квадрат 4, 4 2 бөлсек, 2 минус 2. Мына жер бізде 0-ді береді, мына жер бізде 4-ті береді. Есептің жауабы осы. То есть еще несі бар? Көбейтілген пи бар, сонымен 4пи екен есептің жауабы болады. Ең соңғысы. Вот осылай сіздерге бір түрі есептердің түсінген шығармыз. Көп жағдайда мынандай заттар осылай текстовый келеді сіздерге аудан тап деп, но иногда былай келіп қалады. График бойынша келеді да, осыны тап дейді. График бойынша келген кезде сендердің главный задачаларың берілген графиктегі функцияның теңдеуін табу керек. Түсініп қой, теңдеуін табу керек самый главный задача. Ары қарай уже оңай шығады. Функция сабағын қарадыңдар ма? Айтып жүрсіңдер. Функция сабағында мен көрсеткенмін. Параболаның теңдеуін қалай табамыз деген. Көріпті. Параболаның теңдеуін табу үшін бізге бастапқы нүктелердің басының точкасы керек, басының координатасы керек, былайша айтқан кезде. Міне, мына бір нүктенің координатасы керек. Былай. Ол бізде x2 y минус 1 екен. Енді формасы қалай да жерде бізде? X минус m квадраты плюс n болған. M деген бізде x-тің нүктесі, координат табасының n деген y-тің нүктесі, координат табасының. Сонда x минус 2 квадраты плюс, қандай термометр аламыз? Минус 1. Вот бізде мына параболаның теңдеуі. Ашатын болсақ, x квадрат минус 4x плюс 4 минус 3 болады. Минус 1 болады. Минус 1 болады. Енді минус 1-ді алайып жүрсек сразу. Сонымен плюс 3 болады бізде. Вот бізде мынау тұрған параболаның теңдеуі осыған тең екен. X квадрат минус 4x плюс 3. Жаттап алайық, минус 4x плюс 3-не жерге жазып қояйық. Енді қарағаннан теңдеуін таптық дейік. Енді қалай табамыз? Бізге боялған бөліктің ауданын тапайық. Боялған бөлік мына жерде тұр бізге, и мына жерде тұр. Демек, не істейміз? Демек, жеке-жеке екі интеграл табады екенбіз. Түсініп қой. Бірінші интегралымыз бізде 0-ден 1-ге дейін болады. 0-ден 1-ге дейінгі аралық табамыз. Қазір интеграл істеп. Бұлай. 0-ден 1-ге дейінгі аралық и функция. Плюс дейміз, потом мынаны табамыз жеке. 1-ден 3-ге дейін дейміз, функция екен. Ең сонда екеуінің ответін қоссақ, общий аудан бізде шығу керек. Түсінікті? Осылай жасаймыз. Функция қандай дейміз? X квадрат минус 4x плюс 3 болды. Енді давайте табайық. Бірінші 0-ден 1-ге дейінгі аралығы, 0-ден 1-ге дейінгі аралық. X квадрат минус 4x плюс 3. Мынаны сразу қараңдар, 0-ден 3-ге дейін деп алуға болмайды. Онда мына үсті тоже боялып кетеді сендерде. Түсінікті ғой? Поэтому жеке-жеке алып жатырық. Енді алатын болсақ қараңдар. X куб бөлінген 3, бірінші интеграл аламыз. Минус 2x квадрат плюс 3x. Так, енді қоямыз. 1 мен 0. Бірінші 1-ді қоятын болсақ, 3-тен 1. Минус 2 плюс 3. Так, 0-ді қойсақ, бәрі 0 болып кетеді. Алып кереміз. Так, иә. Енді сонымен бұл жерде 3-тен 1 минус плюс 1 деген сөз. Ортақ бөлім қоссақ айтып бізде не шығады? 4 бөлінген 3 шығады. Бұл біріншісінің ответін тауып алдық. 4 бөлінген 3 екен. Енді екінші интеграл табамыз. Бұл бізде уже 1-ден 3-ге дейін болады екен. X квадрат минус 4x плюс 3 dx. И қайттан сол шайды x куб бөлінген 3 минус 2x квадрат плюс 3x деп. Енді осыдан табайық. Давайте. Бірінші жақшан ашамызда 3-ті қоямыз. 3-дің кубы 27, 3-ге бөлсем 9. Минус 3-дің квадраты. Қанша? 9, 9 2 бөлсем минус 18. 3-ге 3 плюс 9. Так, дұрыс па? Минус екінші жақшан ашамда 1-ді қоямын. Бұл 1-ді қойған кезде, помните, мына жаққа біз 1-ді қойдық қой жаңа мына жерде. Орнына, сол кезде бізде 4 бөлінген 3 шықты. Сразу жазылсақ давайте. 4 бөлінген 3 шықты. Вот. Енді сонда 9-дан минус 9 18 азайтсаңдар. Минус 9 шығады. Минус 9 плюс 9 бізден 0-ді береді. 0-ден 4 минус 4 азайтсаңдар, минус 4 бөлінген 3 шығады сендерде. Енді оны айттым, мен сендерге плюс түрінде аламыз всегда. Минусқа қарамаймыз дедім. Плюс түрінде аламыз дедім. Вот. Енді вот екеуінің аудандарын шықты. Мен екеуін істеймін, мен аламда бір-біріне қосамын. Қоссам 4 бөлінген 3-ке. 4 бөлінген 3 бізде не шығады? 8 бөлінген 3 шығады.
Енді бұны ответте сендерге былай бермейді, араластық береді. Бұл бізде 2,3-тен 2. Дұрыс қой да, 2,3-тен 2. Y осінде 2 мен 3-нің арасы дейді. В смысле? X бойынша аласыңдар. Вот, 0-ден 1-ге дейін, мына аралық кетеді сонда. И 1-ден 3-ге дейін. Сонда мына аралық кетеді. Екеуін қосасыңдар. X бойынша. Сонымен 2,3-тен 2 шықты бізде ең соңында. И ол бізде так, С нұсқасына тұрып көріңдер. Түсіндік қой, сонда егер графикпен келсе, бірінші теңдеуін табу керек сендерге обязательно, потом барып уже боялған жеріне қарай табасыңдар. Вышматта вообще қиын заттар табасыңдар. Там көлем біртүрлі айналдырып деген сияқты. Мына жерде мынандай бір лайфхак бар, қараңдар. Мынаны түсіндік қой негізінен официальный жолын табуда. Мына жерде мына шаршыларға, клеткаларға қарап табасыңдар да болады негізінен жуықтап. То есть, видите, клеткаларды дұрыстап бөлесіңдер. Жерде бәрі кішкене өшіп тұр, соны бөлесіңдер. Былай бояп. Кішкене қисық кетіп жатыр. Дұрыстайық. Вот осылай. Ой, қисық кетіп жатыр. Енді пайлым қисық кетіп қалды, но сонда да. Примерно осылай. Бөлуге болады, қандай не берсе де, қандай график берсе де, негізінен бөлуге болады. Потом қарайсыңдар, каждый клетка, именно боялған частьтарда, қанша процентке толып тұр деп. Допустим, мына бірінші клетка, бізде бірінші клетка неше процентке толып тұр? Ну, примерно 0,03% толып тұр. То есть 30%ке толып тұр дейсіңдер, и 0,03 болады ол бізде. Потом келесі, мынау нешеге процентке толып тұр? Мына жерде кішкене жақынсыз жер, негізінен примерно 50%ке толып тұр. То есть 0,5. Мына жақташы, мына 0,8-ге примерно, по-моему. И 0,7-ге дейікші, давайте. Мынау шы. Мынау бізде примерно 0,6-ға толып тұр, 1 мен 2-нің арасында. Екіншісі бізде соң симметриясы демек тоже 0,6. Осылай примерно аласақ та и примерно қосып көрейік, давайте осының бәрін қанша шығады екен бізде. 0,3 плюс 0,5 плюс 0,7 плюс 0,6 плюс 0,6 бізде. Ну, 2,7 примерно алаймыз. 2,7 шықты бәрін қосқан кезде. Енді ответтерге қараймыз. А ответ не дейді? А деген 5,3-тен 1 дейді. Ол деген сөзде 5,3 деген сөз примерно кете береді. Бұл не дейді? Бұл деген бізде 1,3-тен 1 дейді. 1,3-тен 1 деп былай кете береді. С не дейді? 2,2-ге бөлсеңдер 6, 2,6 былай қарай кете береді. Д бізде не дейді? Д деген 2,3 бізде былай кете береді. Е деген бізде просто 0,3. Қайсысының ответ жақын мынаған 2,7-ге? Ну, ясно дело, С нұсқасы самый близкий вариант болады. Жерде даже кішкене дұрыстап, нақтылап қарап алсаңдар, қанша процентке толып тұрған. Вообще точно ответ шығады иногда. Видите, бағана бізде С шықты ғой есептің жауабы. Мына жерде тоже С шықты. Жуықтап алсаңдар. Осылай клеткаға бөліп, де тапсаңдар болады. Осылай сендерге бір лайфхак. Түсіндік па? Осы сетті вообще. Вот алмасқан апты лайфхак. Да, мен кезінде өзім осылай шығаратын, мектеп кезінде, парс етпей. Оты болсын, не болсын, пробниктер болсын, осы кішкене ыңғайлы. Осыдан прям таба алмай жатсаңдар, жуықталған түрін. Онда уже шығарып көруге болады негізінен өзін. Кетіп келесің. А-ның қандай мәндерінде дейді? 0-ден А-ға дейінгі интегралда 9-2x dx мәні 18-ден артпайды дейді. То есть 18-ге тең кіші немесе тең деген сөз. Вот осылай аласыңдар. Видите, мына интегралдың мәні А-ның қандай мәнде 18-ден артпайды дейді. Осылай аласыңдар. И мына интегралды аласыңдар да жеке есептейсіңдер өздерің. 0-ден А-ға дейін 9-2x dx дейсіңдер де, енді есептейсіңдер бірінші. Интеграл алсақ 9x минус мына көзде x квадрат болады. Енді потом А-ны қойсақ 9а минус А квадрат болады. И келесі жақшаны ашып 0 қоясыңдар дейін десек, 0 болып кетеді бәрі. Сонымен ответі мынау екен бізде. А келеміз де бұл жерге қоямыз. 9а минус А квадрат. И бізде 18 бері қалып келейік. Минус 18 кіші немесе тең 0-ден. Потом А квадрат минус 9а плюс 18 үлкен немесе тең 0-ден. Дискриминант 81 минус, бізде 40, қанша? 32, 72, 9 болады екен. А1, 2, 9 плюс минус 3 бөлінген 2. Сонымен біріншісі бізде 6, екіншісі 3 болады. Сонымен 3, 6 плюс минус. Плюс таңба ең соңғысы үлкен деп тұр. Плюс жанбаймыз.
сонымен минус x-тіктен 3-ке дейін бірігу 6-тан плюс x-ке дейін дегенгі аралықта бізде аның мәні, интегралдың мәні 18-ден артпайды екен. Бітті. Вот осылай шарасылсын. То есть интеграл аласыңдар жеке шарасыңдар орнына келіп қойып, дәл уж кәдімгі теңсіздік. Өздерің білетін. Тоже сондай есептелесі қараңдар. Аның қандай мәндерінде 0-ден a-ға дейінгі 4x dx деген интеграл 12-ге тең болады. То есть теңдігі дұрыс дейді. Тоже жеке бірінші интеграл өзін шығарып алу керек сендерге. 0-ден a-ға дейін 4x dx. Біз интеграл алсақ 2x квадрат болады. Енді аны қоямыз. 2a квадрат болады. 0-ді қойсақ 0 болып кетеді. Көрдік қой? Енді кеп орнына қоямыз. Сонда 2a квадрат тең 12, a квадрат тең 6, a тең плюс минус түбір асты 6. Болды, аның түбір асты 6 минус түбір асты 6 деген мәндерінде интегралдың мәні 12-ге тең болады екен. Мына теңдік дұрыс болады екен бізде. Бітті. Келесі f от x тең 3x квадрат минус 2x плюс 1 функциясы үшін үлкен f от x алғаш функция болса, онда f от 1 бізде f от 1-ді табыңыз дейді. f от 1-ді табу керек. Мұндағы f от минус 1 5-ке тең. Көбісі осы есептен шатасады. Не үшін керек f от минус 1 дегендер не деп? Вообще. Бізге бірінші интеграл табу керек. Интеграл үлкен f от x нешеге тең болады? Мына интеграл бізде так. x куб болады. Минус x квадрат плюс x болады. Интегралын таптық. Потом қараңдар. Бағанадан бері ұмытып жүрген затымыз бар, помните? Плюс c деген зат бар. Мынаны ответтерін сендер таппайсың никак. То есть, мына f от 1-ді, x-ның орнына 1-ді қоясыңдар, сендер дұрыс ответ шықпайды. Онда ответ болады, конечно, вариант, оны белгілей саласың, бірақ қате болады. Потому что сендер c деген жазбайсыңдар. Сразу f-ның орнына 1-ді қоясың, x-ның орнына 1-ді қоя саласыңдар. f от 1 деген x-ның орнына 1-ді қой деген сөз ғой енді, алғаш функцияға. И түсінбейсіңдер, мынаны не үшін берген. Вот мынаны как раз таки c-ның мәнін табу үшін берген сендерге. Түсінікті ғой? C-ның мәнін табу алу керек, бірінші x-ның орнына 1-ді қоймай тұрып. Мынау айтады, мен x-ның орнына минус 1-ді қойған кезде общий өрнектің мәні 5-ке тең болды дейді. Түсінікті ғой? То есть 5-ке тең болды, x-ның орнына мен минус 1-ді қойған кезде. Минус 1-дің көбі минус 1, минус 1-дің квадраты 1, алдындағы минус 1 мен минус 1. Мынау бізде минус 1 тоже. Плюс c бар. Видите? Сонда мынау үшеуі минус 3 болады да, былай қарай барса, c тең бізде не шығады? 8 шығады. Болды, c-ның мәнін таптық. Енді барып, мына өрнекке біз нені қойсақ болады? 1-ді қойсақ болады. То есть сұрап тұрған затын f от 1-ді. 1-ді қойсақ 1 минус 1 плюс 1 плюс c, то есть 8 болады. Тең сонымен. Мінеке жойылды 0, 1-ге 8 қосақ 9. Есептің жауабы бізде 9-ға тең екен. А вот c-ны таппай қоя салатын болсаңдар, сендер мынау болады да, чисто сендерде 1 деген ответ болады. Ол дұрыс емес. Бірақ бұл вариантта болады ондай ответ, конечно. Вот көп шатасатын есептердің бірі сол осы 9. Так, келесі тоже осындай. Нақты түсінікті үшін шығарайық. f от x 3x квадрат минус x бөлінген үшін минус 5 дейді. Так, функция үшін үлкен f от x алғашқы функциясы болса, f от 1-ді тап дейді бізге тағы да. Мұндағы f от минус 2 бізде 5-ке тең. То есть тоже сол c-ны тапсын деп берген. Мынандай берсе, всегда c-ны тап деген сөз деп ойласаңдар болады. Басқа түрлері келеді. Енді мынаның интегралын табайық. Интегралын табатын болсақ, x куб минус x квадрат бөлінген 6 минус 5x болады. Мен сразу табамын. Плюс c, я. Вот интегралы. Енді бізге c-ның мәнін табу керек, ол үшін мынаны істетеді екенбіз. X-ның орнына мен минус 2-ні қойған кезде менде 5 шықты дейміз. 5 тең. Минус 2-ні қояйық. Куба минус 8, жерде квадраты 4. 4-ті 6-ға бөлеміз, немесе 2 бөлінген 4 жазайық. Мынау плюс 10. Плюс c. Вот. Енді мынайке бізде плюс 2-ні береді. Сосын сол жаққа апарайық бәрін. Енді бұл жерде біз оң жаққа жазайық. 5 плюс 2 бөлінген 3 деп келеді, но бізде минус 2 деп келеді. Дұрыс қой? Так, сосын c тең 3 плюс 2 бөлінген 3 болады. И оны қосып араласты жай бөлшекке айналдырсақ, 3-тен 11 шығады бізде. C-ның мәнін таптық. Болды. Енді f от 1-ді табамыз. f от 1 табу үшін 1 минус 6-тан 1 минус 5 плюс 11 бөлінген 3. Ортақ бөлім берейік. 6, 6, 2. 6 минус 1 минус 30 плюс 22 бөлінген 6. 6-тан 1 айтсам 5. 5-тен 30 айтсам минус 25. Минус 25 плюс 22 бізде минус 3. Минус 3 бөлінген 6. Қысқартсақ минус
2-ден 1. Есептің жауабы сонымен минус 2. Мен бұл жерде минус аламыз, лаудан емес. Минус 2-ден 1 есептің бізде жауабы. Так, бітті сонымен. Интеграл 10-нан 10 болды. Керемет. Вот сонымен интеграл сабақ бізде бітті бүгін. Қысқа да нұсқа сабақ болды. Тура 1 сағат сабақ болды. Қысқа болса да бір заттар, білмеген заттарын түсінген шығарсыздар, кішкене болсын. Вот.